Көптеген оқушылардың ұбт-тан төмен балл алуындағы басты проблема неде? Саламатсыздар ма? Менің есімім Құралбаев Нұрсұлтан және мен 190 оқу орталығының директоры боламын. Менің алдымнан қараңыздар, жылына бірнеше оқушылар өтеді және олардың барлығының көп бөлігінің бірінші проблемасы ол мақсаттарын дұрыс қоймауда. Яғни қалай дейік? Мысалы, менің алдыма Арман және Мақсат деген екі оқушы келді. Арман айтады: мен ұбт-дан 70 балл алсам болды, 70 маған жетеді, 70-тен аспай-ақ қойып, 70-тен аса да алмаймын деген мақсат қойып алады алдына. Ал Мақсат болса өзінің алдына 140 баллды мақсат етіп қояды. Яғни мен максималды түрде 140 балл алуға тырысамын деп айтады Мақсат. Ал Арман болса 70 балл маған жетеді деп айтады. Енді қараңыздар, жылдың соңында бұлардың нәтижесі қалай болады? Арман да Мақсат да 70 балдарына примерно бір уақытта жетеді. Екеуі де қаңтар айында демек енді примерно бір декабрьде екеуі де 70 балға жетеді деп есептейік. Сол кезде Арман өзінің жұмыс жасауын тоқтатады. 70 балға жеткеннен кейін олар қарата жұмыс жасамайды. Себебі неде? Ол өзінің мақсатына жетіп алды. Оның мақсаты жылдың басында 70 балл болатын. Одан ары қарата ол оқымай қояды. Ал Мақсат болса ол 70 балға жеткеннен кейін тоқтамайды. 70 балдан кейін ары қарата 140 балл жеткізу үшін ол максималды түрде жұмыс жасай береді. Жылдың соңында Мақсат 140 алмаса да 120 плюс балын жинай алады. Ал Арман сол 70-нің ар жақ бер жағында қалып қояды. Себебі неде? Себебі екеулерінің алдына қойған мақсаттары әртүрлі. Біреуі 70 балды мақсат етті және өзінің қалағанына жетті. Екіншісі 140 балдың мақсат етті. Ол 140 балына жетпесе де, ол соған максималды түрде жақын қылып жетеді. Мысалы, мен математика пәнінің мұғалімімін. Мен оқушыларыма есеп беремін. Бүйтейік, мен оқушыларға бір айға, допустим, 300 есеп шығарыңдар деп беремін. Дәл осылай Арман Мақсатқа 300 есеп бердім деп есептейік. Арман сол 300 есебін максималды түрде шығаруға тырысады, бірақ үлгермей қалады да бір 240-ын шығарады дейік. Мақсат та дәл солай максималды түрде шығаруға тырысады, ол 240-270 есебін шығарады дейік. 300-ге жетпей қалады, бірақ 200 шақты есебін шығарады. Ал екінші, келесі айда мен оларға 100 есеп шығарыңдар деп беремін. Екінші айда олар екеуі де 100 есепті максималды түрде шығарып береді. Бірақ қайсының нәтижесі жақсы? Бірінші айда 240 есеп шығарғанының ба, әлде екінші айда 100 есепті шығарғаны ма? Екеуінің мақсаты әртүрлі болды. Мысалы, біреуі бір айға 300 есепті мақсат қылса, біреуі бір айға 100 есепті мақсат қылды. 100 есепті мақсат қылған адам өзінің мақсатына жетті, бірақ 300 есепті мақсат қылған адам мынадан озып кетті. Әркімнің мақсаттары әртүрлі, бірақ жететін шыңдары тоже әртүрлі болады. Кімнің мақсаты максималды түрде үлкен болады, соның жететін шыңы максималды түрде үлкен болады. Себебі біз барлығымыз өзіміздің миымызға шектеу қоямыз. Біздің адам туған кезде барлығында бір ми болады. Барлығында екі қол, екі аяқ, енді барлығында деймін, көпшілігінде екі қол, екі аяқ, ми, бәрі нормально, шүкір, Құдай береді. Бірақ соны кім қалай пайдаланатыны оның өзіне байланысты. Ол именно осы біздің мақсаттарымызға әкеліп тірейді екен. Енді қараңыздар, мақсат қойдың, сен мақсат қойып алып жата берсең, ойбау, ол мақсат емес, ол арман болады. Яғни сен 140 балды деп армандап жатсаң, болды 140-қа жетем деген сөз емес. Оған жету үшін сенің дұрыс жоспар құруың керек. Сен 140 балды қойып алдың да, ойбай, мен 140 аламын деп құрдан құр жата беріп, каждый түсірген видеода, сен қанша аламын деп ойлайсың дегенге 140 деп айта берем десең, 140 аламын деп ойлайсың ба? Түфу, мә аласың. Қараңыздар, сіздер мақсат қоясыздар 140 балға. Мақсаттың артынан міндетті түрде жүру керек нәрсе ол дұрыс жоспар. Сіз қалай қоясыздар дұрыс жоспарды? Мысалы, кейбір оқушылар былай қоясыздар: мен осы айда 70 балл алдым дейік, келесі айда мен 80 балл алуым керек деп өзіне жоспар қояды, бірақ қалай 80 балл алатынын қоймайды. 80 балл алу керек деген кезде бәрі 80 алып кете салмайды ғой. Ол 80-ге жететін жолдар бар. Мысалы қалай? Бүйтейік, мен мысалға осы айда 70 балл алдым дейік, келесі айда 80 балл алу үшін маған не істеу керек? Мысалы, мен таңдауым геомат дейік. Мен география пәнінен 5 балл қосам деп айтамын, немесе 3 балл қосам деп айтамын. Математикадан дәл солай мен 2 балл қосам деймін, оқу сауаттылықтан 1 балл, мат сауаттылықтан 1 балл деген сияқты. Әрқайсысынан қалғандарынан 1-1 балдан қосам деп есептеймін. Солай есептегенде мен 5 балл қосады екенмін. Екеуінен 2 балл, математикадан кетіп қалды ғой менің. Географиядан 2 балл, математикадан 2 балл, 4 балл ғой. Енді қалған үшеуінен 1-1 балдан дейік. Сонда 7 балл. 7 балл уже қалай қосатынын сен түсіндің. Математикадан 2 балл қосуың керек, географиядан 2 балл. Уже сенің жоспарын анықтала бастады. Сен анық жоспар қойғанның арқасында сен уже бір прогресс жасадың.
бір айдың ішінде бір пәннен 10 балл прогресс деген ол енді жақсы, мүмкін болады, бірақ барлығы үшін орындалатын нәтиже емес қой. Сол үшін сен осы 10 балыңды әртүрлі пәнге шашып тастайтын болсаң, сен жеткізе аласың ол 10 баллық нәтижеге. Сол үшін сенің ең бірінші кезекте дұрыс жоспарың болу керек. Мысалы, мен оқушыларға мынандай жоспар беремін. Сен дүйсенбі күні тарих пәнінен 100 датаны жаттайсың деймін. 100 датаның енді 50-ін жатта дейді. Бір күннің ішінде жарайды, 50-ін жатта дейміз. Содан кейін кешке қарата тарихтан 2 нұсқа талдау видео қара дейміз. Міне, дүйсенбі күнін ол тарихқа арнады, өзінің жоспары бойынша 50 датасын жаттады, сосын 2 нұсқа талдау қарады. Міне, бұның өзі плюс бір нәтиже. Енді келесі, екінші, сейсенбі күнінде мен аламын да оған мат сауаттылығынан осынша есеп шығар деймін. Ол есебін шығарады, сосын нұсқа талдау қара деймін тағы да. Ол нұсқа талдауында қарайды, есебінде шығарады. Ол тағы бір өзінің бір қадамын жасады. Келесі, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі күніне жоспар қойып қоямын. Сәрсенбі күніне мысалы оны таңдау пәні геомат дейді тағы да. География пәнінен осынша нұсқа жатта, немесе осынша сұрақ жатта, немесе осынша тақырып оқы деп беремін. Мысалы, біздің өзіміздің арнайы кітапшаларымыз бар. Сол арнайы кітапшаларымыздың ішінен мен оған 3 тақырыптың есебін сұрақтарын жатта деймін. Ол 3 тақырыптың сұрақтарын жаттап шығады. Содан кейін кешке қарата нұсқа талдауын қарайды. Соның барлығымен бір күнін географияға арнайды. Келесі, бейсенбі күнін уже математикаға арнайды. Осынша есеп шығарамын, осынша нұсқа талдау қараймын деген сияқты. Уже 4 күнін 4 пәнге арнап шықты. Келесі қолында оның 3 күн қалды. Осы 3 күн қалай қолданамыз? Бір күнін ол, допустим, демалуға қорғайық. Адам демалу керек қой енді бір аптаның ішінде. Ол күнді демалыс күнін сен воскресеньеге қойма. Демалыс күніңді сен аптаның ішіндегі күнге қой. Аптаның ішіндегі бір күнге демалысыңды қоясың, сабағыңнан келесің, келесі күн сабақтарын алдын ала орындап қоясың, сол күні от души жатасың, дым істемейсің, демаласың, ұйықтайсың, болды, нормально. Келесі күніне сен аласың да, сенбі күніне дейік, жұма күні демалдың, сенбі күніне сен аласың да, допустим, өзіңе бағанағы математикадан шықпай қалған есептеріңді, немесе бағана қараған нұсқа талдауларыңды қайталауды, немесе сол аптаның ішіндегі жаттаған нәрсенің барлығын қайталауды қоясың. Сөйтіп барлығын қайталап шыққан күннен кейін жексенбі күнге сен келесі аптаға жоспар қоясың, және де өзіңе осы полный өткен нәрсенің барлығын қайталауды қоясың. Өткен аптаның, оның алдыңғы аптаның барлығын жексенбі күні қайталайсың. Себебі сен жексенбі күні азаннан кешке шейін үдесің. Азаннан кешке шейін ешқайда бармай осының бәрін қайталайтын болсаң, сенің миыңа көп нәрсе кіретін болады. Ал егер сен күнде бүйтіп оқып кете беретін болсаң, қайталамайтын болсаң, ол нәрсенің бәрі бір күні болмасын, бір күні сенен ұмытылады. Себебі сенің миыңның гигабайты 1 терабайт емес қой құрсын. Ұмытасың, ұмыту деген барлығына тән нәрсе. Сол ұмытып қалмас үшін осы нәрсені пайдалану керек. Қайталау білім анасы дейді. Әр апта сайын қайталап отыратын болсаң, сенің алатын нәтижең көтеріледі. Міне қараңыздар. Енді сіздер дұрыстап мақсат қойдыңыздар. Сол мақсаттарыңызға дұрыстап аптаға бөліп тұрып жоспарларыңызды қойдыңыздар. Енді бұл жоспарлар орындалмай қалса не болады деген нәрсе бар. Қараңыздар, мен мысалы бір нәрсені орындамай қалсам деген кезде өзіме наказание қоямын. Мысалы бүйтейік. Мен былай өзіме мақсат қойдым. Мен ертең 100 есеп математикадан, 100 есеп бір күнге қиын ғой енді. Математикадан 20 есеп бір күнде шығарам деп айтамын. Міне бір күн отырамын да 20 есеп шығарам деп. Бірақ мен сол 20 есепті шығармай қалатын болсам, егер де мен ертеңінде білмеймін, кімге, любой бір адамға, мысалы бүкіл курстағы оқушыларға шоколад алып беремін деп айтамын. Енді шоколад алып беру үшін қанша, бүкіл курста 100 оқушы болатын болса, 100 оқушыға шоколад алып беру үшін қаншама ақша кетеді. Соның бәрін экономдау үшін мен өзімді қинап жатсам да, сол 20 есепті шығарамын. Сен де дәл осылай өзіңе, қалай айтайын, өзіңе бір, қалай айтады ондайда, наказание, өзіңе бір наказание қойып қоятын болсаң, сол наказание қойып қойсаң, солға нәрсеге түсіп қалмас үшін сен міндетті түрде өзіңе қойылған жоспарды толыққанды орындайсың. Жарайды, бір рет түсесің наказаниеге, 2 рет түсесің, уже бірнеше рет түскеннен кейін ол саған ауыр болып бастайды да, саған уже бұл нәрсе әдетке айналады. Сен күнделікті уже оқу сенің әдетіңе айналады. Күнделікті оқу сенің әдетіңе айналса, демек сен дұрыс жолда келе жатсың. Қараңыздар, ұбт ол сенің 11 жыл бойы оқыған нәтижені көрсетпейді. Менің көз алдымнан қаншама бала болды, мектепте 2-ге 3-ге оқып жүріп, ұбт-да бәрінен жоғары алып кеткен балалар менің көз алдымнан өткен. Себебі неде? Ол ұбт деген сенің 11 жылдық нәтижені көрсетпейді. ұбт сенің 1 жыл бойы қалай дұрыстап дайындалғанын көрсетеді.
ұбт сенің өміріндегі ең маңызды сынақ емес, бірақ ұбт өміріндегі ең алғашқы сынақ. Егер де сіздер Алматы қаласынан офлайн форматтағы курсты іздесеңіздер, мен сіздерге біздің 190 оқу орталығын ұсынамын. Біз туралы толық ақпараттар білу үшін біздің Instagram, TikTok және YouTube парақшаларымызға тіркеліп, біз туралы ақпараттарды қарай аласыздар. Бұйырса алдыңғы уақытта біз онлайн форматтағыда курсты ашуға ниеттіміз. Егер де алдыңғы уақытта ұбт жайлы дәл осылай қызықты лайфхактар білгілеріңіз келетін болса, біздің аккаунтымызға тіркеліп, колокольчикті басып кетіңіздер. Алдыңғы уақытта қызықты контенттер салатын боламыз.